Сонымен перикард, жүрек қап, жүректі, қолқан мен өкпе сабауының басқалар бөлімін және қуыс веналар, жоғарғы төмен қуыс вена және өкпе веналарының сағасын жауып тұратын қабық. Перикард ең сыртқы бұл фиброзды перикард, перикардиум фиброзум және ішкі серозды перикард, фиброзум серозумнан тұрады. Осы сірлі қабығы перикард фиброз қабаттың ішін астарлап тұратын париеталды жапырақшадан және жүректің эпикард қабаты болып табылатын висцералды жапырақшадан тұрады. Бұл туралы практикалық сабақта тоқталған болатынбыз. Фиброзды перикардты алатын болсақ, бұл егер өзгермеген қалыпта болатын болса, яғни сау ткан сау болатын болса, ешқандай патология жоқ. Бұл созылмайды, шектелген созылмайды. Сондықтан оның қуысына егер сұйықтық жиналатын болса, ол жүректі қысып тастайды. Бұл клиникада белгілі жүрек тампонациясы деп аталады. Фиброзды перикард жалпы жүрекпен бірге медиастинум антериорда, соның төменгі бөлімінде орналасқан. Фиброзды перикардтың алдыңғы, артқы, екі бүйір және төменгі бөлімдерін ажыратады. Біз перикардтың синтопиясына тоқталған кезімізде осы бөлімдеріне сәйкес біз тоқталамыз. Енді алдыңғы бөлімнен бастайық. Перикардтың алдыңғы бөлігі жартылай плеврамен жабылған, міне осы аймақтарда, мына келесі слайдтардан көре аласыздар. Ал оның бір бөлігі плеврамен жабылмайды. Осы плеврамен жабылмаған бөлігі сол жақта қарап отырсақ, соңғы 6-7 сол жақ қабырғалар шеміршегінің төске қосылатын жері, жақын жері дейміз. Және семсер тәрізді өзінінің сол жақ жартысына сәйкес келеді. Сол жақ жартысына сәйкес келеді. Бұл неге перикардтың плеврамен жабылмаған бөлігі. Келесі суреттен де көруге болады. Перикардтың осы плеврадан тыс бөлігі дейміз, жабылмаған бөлігі. Кейбір көп жағдайда ол егер алатын болсақ, сол жақтағы қабырға семсер тәрізді өсінді бұрышына сәйкес келеді. Ал 50% жағдайда, кейбір жағдайда бұл оң жақтағы қабырға мен семсер тәрізді өсіндің бұрышына дейін өтеді. Бұл жағдайда перикардтың мына кеуде аймағы мен осы іш аймағының шекарасы қабырға доғалары деп алатын болсақ, онда іш аймағына проекциялануы анықталады. Бұл жағдайда егер біз айтып білеміз, эпигастрия аймағы деп алатын болсақ, жоғарғы бөлігі іш аймағының, осы аймақта егер жарақат болатын болса, бұл жағдайда перикардтың да зақымдалу қаупі өте жоғары. Сондықтан перикардқа плеврадан тыс ену үшін плеврадан ашық бөлігі, яғни перикардтың бос ашық бөлігі, ол соңғы шынайы қабырғаның сол жақтағы шеміршегі болып табылады. Осы шеміршекті бөлігін арқылы біз перикардтың плеврадан тыс бөліміне енеміз. Бірақ білуіміз керек, біз анатомияда шынайы қабырғалар алғашқы 7 қабырға деп өттік. Кейбір жағдайда шынайы қабырғалар 6 болуы мүмкін, 7 болуы мүмкін, кейбір жағдайда 8-ші қабырғада шынайы қабырға болуы мүмкін. Сондықтан перикардтың осы плеврадан тыс бөлігіне енудегі бағдар болып, ол 6-ші, 7-ші, 8-ші қабырға оған байланыссыз. Негізінен соңғы сол жақ шынайы қабырғаның шеміршекті